Номер 7-ші сұрақ. 3 жылқы сарайдағы жиналған шөптің барлығын 2 күнге жейді. Егер бірінші жылқы 5 күнде, екіншісі 20 күнде шөпті жалғыз өзі жеп бітірсе, үшінші жылқы жалғыз өзі шөпті неше уақытта жеп бітіреді? Қарайық. Бірінші жылқы бізде 5 күнде жейді барлық шөпті жалғыз өзі. Екінші жылқы 20 күнде жейді жалғыз өзі барлығын. Үшінші жылқы неше күнде жейтіні белгісіз. Бірақ барлығы бірге, жақта 2 күнде жейді. Егер бірінші жылқы 5 күнде барлығын жеп бітірсе, 1 күнде бірінші жылқы 5-тен 1 бөлігін жейді. 5-тен 1 бөлігін күніне жейді. Екінші жылқы 20 күнде барлығы жеп бітірсе, 1 күнде 20-дан 1 бөлігін жейді. Әр бір күні 1 дейді десек. Үшіншісі белгісіз неше? Жақта белгісіз қала береді. Бірақ үшеуі бірге 2 күнде жеп бітірсе барлығын, сонда 1 күнде 2-ден 1 бөлігін жейді күніне. Енді қарайық. 3 өнімділіктің қосындысы толық өнімділікке тең болса, толық өнімділіктен мына екеуін азайтқанда үшіншісі пайда болады. Сонда үшінші жылқының қандай бөлігін 1 күнде жейтін табу үшін толық өнімділіктен мына екеуін азайтамыз. Сонда 2-ден 1-ден бірінші амалымыз азайтамыз мына екеуінің өнімділіктерін қосындысын. Шығады 5-тен 1 қосылған 20-дан 1. Осы жерде ортақ бөлімі 20, мынағанда 20 берейік. Мына жерде 4-ке көбейтеміз, мына жерде көбейтеміз 10-ға. Шығады 20-дан 10 азайтылған, мына жерде 4 қосу 1. Ол 20-дан 5. Азайтқанда мына екеуін жауабы шығады мына жақта 20-дан 5. 20-дан 5-ті қысқарта аламыз. Ол 4-тен 1-ге тең. Қарайық. Үшінші жылқы 1 күнде 4-тен 1 бөлігін жейтін болса, 1 күнінде, сонда барлығын неше күнде жейді? Қараңыз. 4-тен 1 қосу 4-тен 1 қосу 4-тен 1, бұлай 4 рет қосқанда оны бір-біріне шығады 1 бүтін. Ол барлығын жейтін дегеніміз. Сонда 4-тен 1 бөлігін күніне жесе, барлығын жейтінін пропорция арқылы таба аламыз. 4-тен 1-ін ол 1 күнде жейді, 1 бүтінін неше күнде. Пропорцияны құрдық, енді шығарамыз. Оны шығару үшін 2 ортаңғы мүшені 1-не көбейтіп, шеткі мүшеге бөлеміз. 1-ді көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 4-тен 1-ге. 1-де 1 қала береді, 1 боп, мүше бөлу көбейтуге аударғанда 1-ден 4 болады. 1 көбейту 1-ден 4, ол 4-ке тең. 4 күнде үшінші жылқы сарайдағы барлық шөпті жейді. Жауабымыз А.